Қайырлы күн достар, бүгінгі видеомызда біз осындай алжапқыш тігуді үйренетін боламыз. Міне артына белбеу және қалта тіктім. Жан-жағын касабекпен көктедім. Бізге небәрі 90 сантиметрлік материал болса болды. Енді біз осының көкірек айналымын және бел айналымын өзіміз есебіміз бойынша есептеп, сызып, сол бойынша қырқып шығатын боламыз. Өткен сабағымызда сыпыра туралы мастер-класс жүргізген болатынмын. Сол сабақта көрсетілген осы так материалының қалдығынан тігіп жатырмыз. Міне мойын бөлігін піштім. Енді етегін дөңгелек қылып сызып, сол бойынша қырқып шығамын. Менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, осы видеоны жоғалтып алмау үшін колокольчикті басып кетсеңіздер, келесі видеоларды көріп отыратын боласыздар. Мен алдағы уақытта бұдан да қызықты мастер-класстар түсіретін боламын. Міне мен енді қазір бауларын тігіп жатырмын. Осылай бауларын екі қайырап, 2 сантиметрге тігіп шықтым. Шет-шетіне көсебейканы тігуді бастаймын. Міне бірінші тігісін тігіп жатырмын. Осылай жан-жағын айналдырып тігіп шығыңыз. Енді қалтасын тігеміз. Мен қалтаны 25 сантиметрлік қылып пішіп алдым. Міне үстіне бастырып тігіп шықтым. Міне енді алдын ала дайындалған бауымызды мойнына алдыңғы бөлігіне, яғни тігіп шығамыз. Мына мойнымызға іліп қоятын бауымызды тігіп жатырмыз. Мен 2 рет қайталап тіктім, өйткені бауымызға күш түсетін болғандықтан міне үзіліп кетпеу керек, сол үшін закрепка жіберіп тіктім. Міне бауларында дәл солай қайталап тігіп шықтым. Менің бүгінгі осымен алжапқыш туралы мастер-классым тәмам болып қалды. Сіздермен болған меруерт. Келесі сабағымда мен осы алжапқышқа арналған шопер сумкасын тігіп үйрететін боламын.